Әлемде бұрынғы 3 ғасыр бұрынғыдан айтап отырмын. Әлемде теңдесі жоқ. Ұлы халық болғанбыз. Қазір құрған халықпыз. Келешегі жоқ. Зиялы қауымы жоқ. Зиялы қауым дегеннің өзі опасыз ордаға сатылып кетіп отырған, жерін сатқан қазақ ұлт жаңа ұлы мен қызын сатпай қалмайды. Міне осы дәлелін міне өзіміз көріп отырмыз. Уын ішіп отырмыз. Шетелге сату деген сөз, ертең қазақты қыратын экстремист дайындау деген сөз. Сіздер ояқта қарын тоқтықты ойламаңдар. Мен жетімнің балаларын тағдырын осы отырған ішінде менен артық ешкім қайсысын біле алмайсыңдар. Олардың психологиясын. Мен осы кеңес дәуірінде ақпарат бойынша жаңағы мына бір комитет бар ғой, жаңа мына есепке алып отыратын. Соны стат комитет бойынша 25 мың, 12 мың деп берілген. Ал сол мен 60 жылдары 28 мың екендігін жарияладық газетке. Одан кейін мына 80 мына кешегі ұлт азаттық көтерілісінен кейін тағы көтеріп 175 мыңға жеткенін дәлелдедік, жаздық. Бірақ стат комитетте бұлардың бірі жоқ. Сондықтан жаңа 6 мың деп отырғаныңыздың өзі өтірік. Ол 10 есе 100 есе көп болуы мүмкін. Міне осыған байланысты жақында ғана осы бір жетінің ояқ-бұяғында Қырғызстан үлкен революциялық бағыт жасап жатыр. Баланы сатқан адамның бүкіл шенеуніктердің бәрін түрмеге отырғызып жатыр. Соған жәрдемдескен, ақша алған соны жаңағы шенеунікте биікте отырған депутаттар сотталып жатыр, ұсталып жатыр. Кеше ғана сөйлесіп отырмын. Мінекей, демек біз мына жаңағы айналып кетейін ендірлік саясат, мына жетім елдіге миссионерді саясатын кіргізеді. Ендірлік саясат, это сионистік саясат. Бұл ұрпақты әкелмеу, бала туғызбаудың саясаты. Бұны мен 4-5 жыл болды жазып, парламентке жеткізіп, 3 рет парламенттен ендірлік саясат қайырдық. Депутаттармен ішінде жүрдім. Айлап жаттым ішінде. Топ құрдым өзімнің. Ендірлік саясат, сионистік саясат екенін дәлелдедім. Бұл ерлі-зайыптың арасына сынақ қағып, билікке таластыру арқылы бала тудырмау. Ал бұның барлығының ар жағындағы саясаттың несі? Құрған қазақты соғыссыз басып алу. Қазақ керек болып тұрған жоқ, қазақтың жері керек болып тұр. Қазақтың байлығы керек болып тұр. Соны соғыссыз үндемей басып алу керек болып тұр. Сол үшін жүріп жатқан мемлекеттік деңгейдегі саясат. Міне біз осыны шындықта осылай айтуымыз керек. Сондықтан мына Болатбекжан айналайын өмір жасың ұзақ болсын. Бір өз соңғы кезде бұл өзі бір менің бір шаршағандығымнан деп те ойлауға болады. Болмаса басқа да бір соңғы 7-8 жылдан бері мен қарата бұл өзі бір қозғалмай қалды. Мен де басқа бір үлкен проблемаға кеттім. Мына жаңағы ұстаздыққа байланысты ана жерде жақсы әңгіме айтып жатыр. Мен міне өткен жылы 2008 январь айынан бастап сағақ үзбес мәңгүрт ұстаз кімге тиімді? Немесе жанкер қалушы ұстаз қашан қаулайды деп бүкіл халқымды, менің ұрпағымды азырып отқан ұстаздар екендігін мен ашық жазып отырмын.